Сәлем достар, бүгін 100 түрлі дертке шипа болар хельба өсімдігімен танысатын боламыз. Менің жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Египеттің сары шай деген атпен танымал хельбаның денсаулық үшін пайдасы ұшан теңіз. Ол туралы ғалымдар, егер адамдар хельбаның қаншалықты пайдасы бар екенін білгенде, оны алтынның құнындай бағамен сатып алар еді деген. 100 түрлі дертке шипа болар ғажайып шайды әлі көпшілік жете тани бермейді. Сондықтан ақпарат бере кеткенді жөн көрдім. Хельба бір жылдық өсімдік. Биіктігі 60-70 см. Египет араб елдерінде өседі, ем ретінде кеңінен қолданылады. Иммунитетті көтереді. Құрамында ақуыз бен көмірсу көп мөлшерде. Калий, фосфор, магний, темір, кальций, А, С, В1, В2 дәрумендері бар және балық майының құрамына өте ұқсас болып келеді. Қытайлық емшілер оны грыжадан арылту, зәр шығару жолдарының, бүйректің, бұлшықет ауруының, ерлердің әлсіздігіне, ішек аурулары мен өкпе ауруларына, жыныс инфекцияларына, іш қатуға, атеросклерозға, холестеринді төмендетуге және қабынуға қарсы препарат ретінде қолданады. Ал үнді дәрігерлері жараларды емдеуге, әйелдер денсаулығын нығайтуға пайдаланған. Араб дәстүрлі медицинасында хельба негізгі дәрілік заттардың бірі болып табылады. Арабтардағы хельбаның пайдалы қасиеттері әртүрлі аңыздарда және олардың орта ғасырлық ғалымдардың мәтіндерінде келтірілген. Осылайша Абу Али ибн Сина бұл өсімдік туралы былай деген: хельба кеудедегі ауырсынуды басады, жөтел мен астманы емдейді, әсіресе балмен қолдану әсерін күшейтеді. Егер сіз оны алма сірке суында қайнатсаңыз, онда асқазан мен ішек жарасын емдеуде өте пайдалы. Ал жай суда қайнату диареяны емдейді. Хельба майы асқазан жараларына қарсы қолданылады. Сондай-ақ хельба өзінің ішкі қасиеттері мен ерекше хош иісі арқасында тәбетті ашады деген. Хельба жүрек қан тамыр жүйесі үшін де пайдалы, әсіресе атеросклероз кезінде. Үнді зерттеушілер инсулинге тәуелді емес адамдардың күніне 2 рет 2-5 грамм хельба тұқымын қолдану холестерин мен қандағы триглицеридтің айтарлықтай төмендеуіне әкелетінін анықтаған. Әйелдер денсаулығына тигізер айрықша пайдасы үшін кей ғалымдар әйелдер шай деп те атаған. Ерекше есте сақтар жайт: хельбаны жүктіліктен тыс кезде ғана қолдануға болады. Әйтпесе қан кету, сондай-ақ жүкті әйелдерде түсік түсіру мүмкін. Ал емізетін аналар үшін сүт көбейтетін қасиетке ие. Дайындау үшін бірінші оны салқын, таза суға жуып аламыз. Содан кейін 2 ас қасық хельба дәнін жарты литр суға салып 5-7 минут көлемінде қайнатамыз. Шайдың дәмін жақсарту үшін өзіңіздің қалауыңыз бойынша имбир, лимон, бал қоссаңыз болады. Ағылшын ғалымы Клебер: егер де таразының бір жағына барлық дәрі-дәрмекті қойып, екінші жағына хельбаны қойсақ, таразының екі жағы да тең болар еді деп айтқан екен. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.